Сәлеметсіздер оқушылар. 8-ші сынып қазақ тілі. Бүгінгі бөліміміз 2-ші бөлім адамзаттық құндылықтар және әлем мәдениеті, фонетика. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қазақтың киіз үйі. Сол сабағымыздың тақырыбына жету мақсатымыз тақырыбы ұқсас ғылыми және публицистикалық стильдегі мәтіндердің тақырыбын, түрлерін, құрылымын салыстыра талдау. Сөйлеу ағымындағы интонацияның құрамдас бөліктері әуен, әуез, тембр, қарқын кідірісті сөйлеу мәдениетіне сай қолдану. Бүгінгі бағалау критерийіміз мәтіндердің тақырыбын, түрлерін, құрылымдарын анықтайды. Сөйлеу ағымындағы интонацияны кідірісті сөйлеу мәнеріне сай қолданады. Бүгінгі суреттен не көріп тұрсыздар балалар? Дұрыс, біздің қазақи құндылықтарымыз. Бұның ішіндегі ең басты тақырыбымыз, яғни киіз үйді көріп тұрмыз, біздің шаңырағымыз бейнеленген, киіз үйдің құрылысы, соңғы суреттегі жаңа заманауи киіз үй бейнеленген. Жалпы киіз үй туралы қандай мәліметтер білесіңдер? Өз ойларыңды ортаға салып айта отырыңдар. Әдеби тіл нормалары. Кідіріс. Латин тілінен пауза, грек тілінен паузис, тоқтату деген мағынаны білдіреді. Сөйлеу үстінде болатын үзілісті біз кідіріс деп атаймыз. Сөйлемдер мен ондағы сөздер мен сөз тіркестері әр уақытта бір сыдырғы ұласқан әуенмен айтылмай, олардың арасында үзіліп айтылады. Сөйлемдегі кідірістің орнына байланысты сөздердің өзара қарым-қатынасымен өзгеріп отырады. Мысалы, әнші балалармен кездесті дейік. Сөйлемде кідірісті түрлендіру арқылы екі түрлі оймен айтуға болады. Ең алғашқысы әнші балалармен кездесті. Кім кездесті? Әнші кездесті. Екіншіде әнші балалармен кездесті. Қандай балалармен кездесті? Әнші балалармен. Киіз үй үш бөліктен құралады. Бірінші, үйдің сүйектері, яғни ағаштан жасалған бөліктері. Екінші, киіздері, бұл үйдің киізден жасалған бөлшектері. Үшінші, арқан баулары, оған баулары, басқұрлары және арқандары жатады. Киіз үйдің сүйектері. Кереге, киіз үйдің іргесін, шеңберін құрайтын негізгі бөлік. Үйдің берік, кең болуы керегеге байланысты. Керегені құрайтын ағаштарды желі деп атайды. Оның ұзыны ері, ал қысқасын сағанақ, балашық деп атайды. Желілерді тесіп, оны түйенің мойын терісімен, өгіздің бас терісінің сірісімен көктейді. Керегенің басы мен аяғы сәл шалқайтыла, ал ортасы дөңестеу болып жасалады. Дайын керегені қанат деп атайды. Керегелер бір-біріне таңғыш құр арқылы жалғасады. Керегелер сонымен қатар бас арқан арқылы өзінің беріктігін сақтап тұрады. Ол керегенің бас жағынан тартылады. Сәндік үшін және керегенің басы туырлықты қажамас үшін бас арқанның тұсынан басқы жүргізіледі. Есік. Киіз үйдің екі есігі болады. Ішкі есік сықырлауық ағаштан жасалады. Киіз есік. Ол киізден жасалады және сыртқы есіктің сыртынан жабылады. Киіз есік ашық кезде шиыршықталып, маңдайшаға жинақталып қойылады. Ағаш есіктің бөлшектері. Маңдайша, екі босаға, табалдырық, екі жарма есік. Сықырлауықты жапқанда маңдайшада бекітілген айналмалы ағаш тиекті бақылық деп атайды. Уық, кереге мен шаңырақты қосатын бөлік. Уық алақаны, иіні, қары және қаламы деген атаулардан тұрады. Үйдің көлеміне сай 60-160-тай уық болады. Шаңырақ, киіз үйдің жоғарғы бас бөлігі. Ол тоғын күлдіреді. Киіздері. Туырлық.
Ордада керегенің бойын, шағын үйлерде шаңыраққа дейін жабатын киіз. Үзік. Ордада кереге мен шаңыраққа дейін жабатын туырлықтың бөлігі. Дөдеге. Үй сыртында кереге басы тұсына киізден ойылып жасалған әшекейлі киіз. Түндік. Шаңырақтың үстінен жабылатын төрт бұрышты киіз. Киіз үйдің құр, баулары, арқандары. Қаңғыш құр. Үй тіккенде керегелерді бір-біріне қосып байлайтын терме бау. Бас құр. Керегенің басы туырлықты тесіп кетпеу үшін үйді айнала тартылатын жалпақ оюлы құр. Жел бау. Сәндік үшін шаңыраққа байланатын шашақты баулар. Желді күні үй шайқалмас үшін оларға салмақты заттар байланады. Балақ бау. Көшкенде уықтарды қосып байлайтын баулар. Аяқ бау. Уыққа сәндік үшін байланатын түрлі жіптердің шоғы. Бас арқан. Үйдің барлық салмағын ұстап тұратын, керегенің басына орай маңдайшаға бекітілетін арқан. Киіз үйдің тағы бір бөлшегі кәдімгі ши. Шым ши, жүнмен орап, кілем, текемет түсіндей оюлармен безендіріліп тоқылған, туырлық ішінен тартылатын ши. Ал енді балалар, осы бейне баянда көргендеріңдей төмендегі сұрақтарға жауап беріңдер. Киіз үй неше бөліктен құралады? Киіз үйдің негізін, іргесін, шеңберін құрайтын негізгі бөлік қалай аталады? Ағаш есік қандай бөлшектерден тұрады? Атады. Оқылым мәтіні. Киіз үй көшпенді тұрмыстың төл туындысы. Халқымыздың шебер үйшілері, шаңырақшылары, үйдің ағаш мүкәммалын, ағаш ыдыс аяғын жасайтын ағаш шебершілерінің өнері өзіндік ұлттық ерекшелігімен бүгінге жетті. Киіз үй мал шаруашылығы саласында қазір де пайдалануда. Қазір үй көшпенді тұрмыстың символы тәрізді болғандықтан мал өшіруші қазақ, қырғыз, тәжік, өзбек, моңғол ұлттар киіз туырлықтылар атанды. Грек тарихшысы Геродот біздің заманымызға дейінгі 5 ғасырғы арғы ата-бабаларымыз сақтардың киіз үйлерде отыратындығын жазған. Сол кезден бері сан мыңдаған шеберлердің қолынан шыққан 6 қанатты, 10, 12, 18 қанатқа дейін тігілген ақ ордалыларды халқымыз қазіргі дәуірге дейін жеткізді. Тарихта 30 қанатқа дейін алтын орданы хандар тіккен. Оның уық, кереге шаңырақтары алтындалып жасалған. Алтын ордаларда хан қағандар, биктер мен билер, төрелер мен уаңдар, болыс билер отырып, билік жүргізіп, ел басқарды. Ел ішіндегі істерге кесім айтты. Қазақ халқы киіз үй салтанатының бірін торқалы тойын, бірін топырақты өлімінде көрсетті. Той өткізетін яки ас берілетін жерге жүздеп үй тігілді. Тойда болсақ, енді сендерге тапсырма, төмендегі тапсырмаға қараңыздар.
Бірінші тапсырма. Мәтіннің тақырыбын, стилін, мәтін түрлерін анықтаңдар. Кідіріс жасап оқудың ойды дұрыс түсінудің қаншалықты маңызы бар? Мәтіннен мысал келтіре кетіңдер. Сабақты бекіту тапсырмасы. Киіз үй атауларына қатысты тұрақты тіркестердің мағынасын ашыңдар. Төменде қажетті сөздер берілген. Үйленді, үйің кең, қонағың көп, берекелі үй бол, тыныш отыр, шамаңды біл, қарулы, мылтықты, ырыс, береке болсын, әзірленіп, семіз мал, келін болып түсті, үйленген жігіт деген қажетті сөздер берілген. Сол қажетті сөздердің бірін қойып, мұнда тұрақты тіркестердің мағынасын ашасыңдар. Ал оқушылар қосымша тапсырмасы ретінде өздеріне іздену тапсырмасын берейін. Өздерің ізденіп, шаңырақ және қара шаңырақ ұғымдарына түсінік беріңдер. Балалар, бүгінгі сабағымыз сіздерге түсінікті болды ма? Түсінікті болса, сабағымызды аяқтайық.